ірімшік бәліштерін жасаймыз. Жылы су аламыз, оған ашытқы қант қосып, 15 минут күтеміз. Кейін тұз саламыз. Оны қосып, қамыр илейміз. Қамырды жылы жерде 1 сағат ұстаймыз. Қамыр көтерілді. Қамырға күнжіт саламыз. Ірімшік қосамыз. Тағы да илейміз. Қамырды жаямыз. Пішіндейміз. Пергаменттің үстіне салып, жұмыртқа сары уызын жағып, 30-35 минут пісіреміз. Ірімшік қосылған бәліштер дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен бірге болған Дәнеге.